Хабаб ибн Арат. Негізі бұл кісінің историясын, бұл кісінің тарихында бұл кісі негізі араб. Алдындағы кім сияқты ғой? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Зайд ибн Хариса сияқты жігіт қой. Хабаб ибн Арат деген. Бірақ та бұл да Алланың қалауымен құлдыққа түсіп қалады. Сөйтіп бағанағы Буказ жәрмеңкесінен бұл да келеді. Бірақ та бұл кісінің қолына не келетін? Өте керемет шеберхана, қолынан неше түрлі қылыштар келетін. Хабабтың қылышы деген Меккедегі ең атақты ұстахана болатын. Сол ұстахананы жүргізетін адам болған. Бұл ұстахананың кәдімгі өзінің біреудің кімдікі бұл? Умму Анмар деген әйелдің құлы. Умму Анмар деген әйелдің құлы. Умму Анмар деген әйелдің құлы бұл кісіге өзіне, ол жердегі құлдар былай. Қалай құлдар десек, құлдар деген оның басы азат емес те менің құлым болады бір адам. Бірақ та ана құлға сен еркіндік бересің, қалай? Сен ақша табасың бүгін. 10 мың теңге тапсаң, 5 мың теңге менікі, 5 мың теңге сенікі ғой. А сен қандай бір мықтырақ бір қолына шебер келетін құл тапсаң, в общем сен кішкене байисың да. Анау келіп өзі бір бизнес ашатын болса, оның 50% сенікі да. Анау басын бос емес, анау кәдімгі өзі кәдімгі ұстахана ашып жатыр ана жігіт. Ұстахана кәдімгі не істеп отыр? Сондай адам болған бұл кісі. Бұл кісі де Алланың қалауымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды исламды алып келгенде жүрегі ақиқатты іздеп жүрген адам пайғамбардың ислам бұл кісі де кіреді исламға. Бұны кімге әңгіме жетеді? Умма Анмарға бұл әңгіме жетеді. Умма Анмарға келген кезде сен осылай деп жатыр елдің бәрі деген кезде, рас деген кезде, онда мен саған өзіңе және ханшайымға, өзің және Лат пен Узаға қарсы шыққандарды біз саған көрсетейік деп, Умма Анмар өзінің сауытынан, яғни темірден жасаған сауытты дейді, темірді үстіне кигізеді дейді. Тыржалаңашып үстіне кигізіп, күннің астына қойып қояды дейді бұл кісі. Енді анау жердегі біздің Мекке Мединаның күндік жаздағы ыстығы 60-50 градусқа дейін кете ме? Кетеді. Енді соның үстіне темірмен отырып көр. Ана үстіндегі темірді шешкен кезде мынау терісі бірге шешілетін дейді. Терісі бірге шешілетін дейді. Сол кезде сен Лат пен Узаға бір рет қана басыңды сәжде қылсаң, Лат пен Узаға табындым десең, бұл қиыншылық тоқтайды саған, деген кезде Хабаб ибн Арат жоқ дейді. Хабаб ибн Арат не дейді? Мен өлгенім артық дейді. Бірақ та мен дінімнен қайтпаймын. Сол кездегі Умму Анмар өзінің жендеттеріне береді бұны. Мынаны қайтсаңдар да діннен қайтарыңдар райынан деп. Сол кезде аналар келіп өзінің ұстаханасындағы ұста жасайтын чоқ болатын, бүйтіп көмірден жасайтын чоқтар бар ғой. Сол оттың үстіне, оттың үстіне тірідей бұны қоятын дейді. Сол кезде бұл дейді, тек қана мен Аллахтан жәрдем тіледім, я Раббым Алла дейді. Сен мен жағдайым көріп тұрсың ғой дейді. Егер сен бұл жақта мені құтқармасаң, сенен басқа ешкім мені құтқара алмайды дейді. Алланың қалауымен бұның денесі отты күш етіп ана үстіндегі денеден май ағады ғой адам денесінен. Сол майлармен от сөніп отырған ғой. Ана денесі күш деген кезде мынау денесіндегі еттен өтіп сүйекке бүйтіп дейтін ғой денесі. Сол жерде арқасы бүйтіп ойық екен арқаларының бәрі. Бірақ Алланың қалауымен бұл кісі не? Тірі. Түсінесіздер ғой. Сол жерде Омар ибн Хаттабтың қатты жылайтып, қатты не қылатын, тәубесіне келетін ең бір адамы осы Хабаб ибн Арат болатын. Кейін ислам уже болғаннан кейін, исламға кіргеннен кейін Омар ибн Хаттаб халиф болған кезде, сол кезде кімді көрген кезде, Хабаб ибн Аратты көрген кезде айтатын ғой, ей Хабаб бауырым, кеш дейтін, ау дейтін. Сол жерде келіп ана футболкаңды бір шешіп көрсетші маған деп айтатын. Ана кісі футболкасының арқасын шешкен кезде еңіреп тұрып жылайды. Неге? Бұл кезде өзі мүшрик бұл кім? Омар ибн Хаттаб. Өзі де сөйтіп адамдарды қинайтын. Соның ішінде өзінің денесі бар ғой. Сол күнәсін есіне алады да жылайды еңіреп. Ана кісінің денесінен бүйтіп сүйегінен өтіп сол кезде тоқтайтын ғой анау қиналар. Бірақ бұл кісі несінен қайта ма, райынан қайтпайды бұл. Сөйткенде кезде бір кісі келіп, бұл кісінің енді бизнесмен ғой, бұл да ақшасы бар бір кісі. Сөйтіп бір мүшрикке барып, сенде менің қарызым бар едің ғой, сен маған қарызыңды қайтарасың ба десе, анау айтады, сен Лат пен Узаға табынам десең, мен саған қарызымды қайтарам дейді. Ана сол кезде Хабаб ибн Арат не дейді? Мен өліп қайтадан тірілген кезде қалай иманға келген болсам, яғни адам өліп тірілген кезде ақиқат көзі ашылады. Ол кезде бәрі жүрекпен, шын жүрекпен ла илаха илlallah Мұхаммад Расулуллах айтады. Ол кезде бәрі Аллах хақ екен, Мұхаммед оның елшісі екен, хақ екен деп шын жүрекпен айтады. Мен дейді қиямет күні қалай осылай шын жүрекпен айтатын болсам, қазір де тура солай
мұхаммедті оның елшісі екенін хақиқатын мойындаймын дегенде ана адам бетіне қарап күледі. Ей, сен сонда өлгеннен кейін тірілеміз деп ойлап отырсың ба дейді ғой. Өлгеннен кейін тірілеміз деп ойлап отырсың ба? Онда өлгеннен кейін тірілсек дейді, онда қайтадан менің бала шағамда, әйелімде, малымда менімен бірге тіріледі екен ғой дейді. Онда мен саған сол кезде тірілген кезде саған қарызыңды қайтарам деп прикол ұстайды ғой ана кісі. Ана кісі не дейді? Осылай ана кісіге прикол ұстайды. Хабаб ибн Араттың бұл істеген істеріне Алла субхана тағала не дейді? Мариям сүрасының 77-79 аяттарын түсірді дейді. Яғни қараңыз, бағана Хабабтың үстінен аят түсіп отыр. Хабабтың үстіне, Хабабқа не деді? Мен тірілсем, қиямет күні өзім дүниемен, бала шағамен, әйелмен тіріледі екенмін ғой. Онда мен саған қарызымды сол кезде қайтарам деп айтты. Сол кезде Мариям сүресінің 77-79 аят бағанағы айтқан адамның осы сөзіне байланысты аят түсті. Ой, бүйтіп айтылады. Басында ей Хабаб деген сөз ғана болмаса, қалған былай айтады. Енді мына аяттарымызды теріске шығарғанды, және әлбетте маған қиямет күні мал мен бала беріледі деген адамды, яғни ол кім айтты? Оны Ас ибн Уайл айтқан осы. Көрдің бе дейді. Оған ғайыптан бір хабар келді ме? Жоқ, әлде Рахманның құзырында бір уәде алып па? Жоқ, олай емес. Біздің оның айтқанын жазамыз дейді. Қиямет күні соған қарай азапқа тартамыз және азабын үстіне арттырамыз деген Мәриям сүресінің 77-78 аяттары түсіп жатыр. Ал егер біз Құран-ы Кәрімде бұл аятты оқитын болсақ, өздігімізден түсінбейміз, кімге айтып жатыр, не үшін айтып жатыр, пайғамбарымызға айтып жатыр ма? Біз өзімізше пәтуа шығарып, өзімізше не істей береміз? Тәпсірлей береміз оны. Осы үшін бізге не үшін керек екен? Осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянын оқып біткенше талай әлі Құран-ы Кәрімдердің аяттарының кімге түскенін білетін боламыз. Қалай түскенін, қандай әңгіме. Мәриям сүресінің осындай аяттары түскен екен. Енді пайғамбарымыз саллаллаху Хабабтың иманы зәредейді ауытқымаған еді. Сөйтіп басына өткізген азаптарын пайғамбарымызға айтып барған кезде пайғамбарымыз былай айтқан еді. Я Расулаллах, шеккен азаптарының құтылуым үшін дұға етіңізші дейді ғой. Сол жерде Хабабтың осып пайғамбарымызға жанашырлық бағанағы нәрсесімен Аллахтан сұраған кезде Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімнің тағы да аятын түсіреді. Ол аятында былай айтады. Сендерден бұрынғы үмметтердің ішінде сондай бір адамдар бар еді. Оларды темір, тарақ пен терілерін, еттерін сыпыратын еді. Бірақ ондай қорлықтан олар діннен қайтара алмады. Ара мен төбесінен екіге бөлінетін бұл қорлықтарды олар діннен қайтара алмады. Аллах тағала әрине бұл істе исламды толықтырады, барлық діндерден үстем етеді. Сондай кезеңдер болады. Жануарын мініп Саннадан Хадрумға жалғыз кетіп бара жатқан адам Алла тағаладан басқа ешкімнен қорықпайтын болады. Қойлары жайлы қасқырдан жеп кетуінен басқа еш нәрседен қорықпайтын болады. Бірақ сендер асығудасыңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімге айтып жатыр? Ана кісіге айтады. Сендер дейді, мынау істеп отқан нәрседен бұрында да адамдарға не істеді дейді? Кәдімгі темір тарақпен бүйтіп тарайтын денелерін өлтіргенше дейді. Сендер бақта қазір келіп арқасы күйіп жатса да әлі де асығудасыңдар. Сендер кішкене шыдауың керексіңдер. Әлі де исламның дәуірі алдыға шығады деген кезде ана кісіні сөйтіп рухтандыратын. Енді ол қиын да, ол замандағы сахабаның деңгейіне біз не үшін жете алмаймыз? Осы үшін жете алмаймыз. Кейбіреу бар ғой, егер бізде сол сахабалардың жанында болған, пайғамбардың жанында болса, ой, біз бүйтетін едік, сөйтетін едік. Мынау Хабабпен бағанағы Билалға істеген кішкентай нәрсесін істейін десе, біз безіп кетейік деп тұрмыз ғой бір шетінен. Ол деген сахабалардың сол заманда жатамыз ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамзаттың ішіндегі ең асылы, ең ішіндегі біреуі болатын болса, сол кісіге лайықты адамдар ғана жанына топталған. Сол кісінің жанында лайықты жүретін адамдар ғана сахаба деп айтылады. Біз сондай әлсіз болғаннан кейін осындай жұмсақ заманға келіп отырмыз. Сол үшін біз ешқашанда сахабалардың деңгейіне жете алмаймыз. Енді келесі ертеңде тағы бұл қиыншылықтардың уақытын әлі айтатын боламыз. Ертең Абу Джахилдің осы жердегі яғни Зинара деген ханымға жасайтын қиыншылықтарын ертеңнен бастап айтамыз. Ол Зинара деген адамда радиаллаху анху исламды қабылдаған әйел болатын. Ана кісі күнде барып сол әйелді қинайтын. Исламнан шық деп. Оны қалай қинайтынын ертең айтамыз. Оның бір нәрсесі ол әйелдің екі көзін ағызғанша қинаған. Екі көзін ағызғанша.
алла субхана тағала сіздерден де біздерді қабыл етсін. Тыңдағандарыңызға рахмет.